Қайырлы күн. Келесі қазақ әдебиетінің балалар әдебиетінің ірі өкілдерінің бірі Нұрдәулет Ақыш. Нұрдәулет Ақыштың біз қарастыратын әңгімесі бұл нағыз әже қайда әңгімесі. Жалпы нағыз әже қайда әңгімесі атауы айтып тұрғандай, әжеге қатысты нағыз әже деген қандай болады және ол қайда болады, осы сауалдарға жауап іздейтін әңгіме. Жалпы бұл шығарманың идеясына қазір тоқталамыз. Алдымен автор туралы айтып кетейік. Автор туралы біз білуіміз керек мәліметтер. Әрине, туған жылы, дүниеге келген аймағы бізге соңғы уақыттары өте маңызды мәліметтердің қатарына кірмейді. Себебі 2022 мен 2023 жылдары базаға назар аударатын болсақ, туған жылдары авторлардың және дүниеге келген аймақтары соншалықты маңызды деректердің қатарында емес. Әсіресе кейінгі авторлардың. Ал енді Нұрдәулет Ақыштың біз шығармаларын жақсы білуіміз керек. Бұл Киелі көлдің қарақшылары, Әбдіреден шыққан қылыш, бейуақта жанған от, жұмбақ іздер, үндемейтін ұл, қиырдан келген көгешін, таң алдындағы дабыл әңгімелері. Бұл шығармалары балаларға арналған туындылардың қатарына кіреді. Жалпы Нұрдәулет Ақыштың өзі балалар жазушысы, балаларға арналған туындылар жазатын автор ретінде кең танымал. Қазіргі таңда көзі тірі әдеби ортада абыройлы кісілердің қатарында. Енді кеттік нағыз әже қайда әңгімесі. Нағыз әже қайда әңгімесі. Нағыз әже қандай болуы керек? Жалпы идея қазіргі таңда балаларға ертегі айтып беретін, балалардың тәрбиесімен жұмыс жасайтын, жалпы өзінің мейірімін көрсететін, отбасындағы жылулықты сездіретін бірден бір өкіл әже орнының ойсырап тұрғандығын автор жеткізгісі келеді. Бұл шығармада қандай кейіпкерлері бар? Азат және оның қыздары Ая мен Райхан, Азаттың әйелі Балғыз, Азаттың досы Жолдас және де Жолдастың жары, бірақ оның есімі аталмайды, және де оның қызы бар, Ажар есімді. Жалпы кеттік. Шығармада Ая мен Райхан деген 4 және 6 жасар қыздар сөз болады. Аяның жасы 6-да, Райханның жасы 4-те. Азат әкесі Ая мен Райханға үнемі ертегі айтып береді екен дейді. Оның балалардың қызығушылығын қалай көрсетеді? Міне, құрғақ ақылды құлақтарына қыстырмай, ойнақ салатын қос тентек дейді. Ертегі деген кезде еріксіз жуасып айтқанға оңай көнеді дейді. Екі қызының ертегі деген кезде елеңдеп тұратындығын осылай жеткізеді. Осылай алдап сулаймын деп жүріп, бұл екеуін ертегі тыңдауға дәндетіп алған менің өзім еді дейді. Енді міне қымс етсе болғаны, папа бізге ертегі айтып берші, біз бұрын естімеген қызық ертегі айтшы деп қыздарым жаныма келеді дейді. Енді Азат қыздарына қандай ертегілер айтып беруші еді? Бұл маңызды, көп сұрақты, көп нұсқалы сұрақты сұралып қалуы әбден мүмкін, соған сұранып тұрған сұрақ. Ертөстік, құйыршық және түлкі мен тазы ертегілерін айтып береді қыздарына Азат. Ал қыздар балабақшада еститін ертегілер, яғни балабақшада тәрбиешілері тағы да қыздарға ертегі айтады ғой, олар орыстың ертегілерін айтып береді екен. Айболит, Қызыл телпек және Кірі қоймас деген ертегілерді айтып береді. Балабақшада тыңдайтын ертегілері осылар қыздардың. Қайталап айтамын. Әкесі Азат қыздарына 3 түрлі қазақша ертегі айтады. Әдетте ертөстікті, құйыршықты, түлкі мен тазыны. Ал балабақшадағы тәрбиешілері қыздарға Айболит, Қызыл телпек, Кірі қоймас ертегілерін айтып береді. Сонымен бір күні әңгіме барысында Ая мен Райхан әжеге қатысты сұрақ қояды. Жаңағы әкесінің сөзі бар. Мен сендер секілді балалар бақшасында өскен жоқпын. Мені тәрбиелеп бағып қаққан ауылдағы кәрі әжем болатын деген сөзінен кейін қыздар бірден қағып алып, әже деген кім деген сұрақты қояды. Ал әкесі болса әженің кім екендігін ұқтыру үшін, әже деген ол бізді баққан, сендердің ата-аналарыңды баққан кісілер. Олар өте мейірімді болады, олар ертегі айта біледі, олар өте жанашыр болады және үнемі тыныш отырмайды, қолымен бір нәрсе жасап жүреді, тіпті болмай бара жатса ұшық үйіріп отыратын кездері болады деген сияқты қыздарға түсіндіріп береді бұл нәрсені. Енді қыздардың келесі бір несі оянады, қалауы оянады, бізге әжені көрсет дейді Азатқа. Ал Азат жаңағы көшеде кетіп бара жатқан кезде әжелерді көрсетсе, оған қыздар соншалықты бір қанағаттана қоймайды, нағыз әжені көрсет бізге дейді. Сөйтіп жүрген кезде бұл оқиғаның реті де келеді. Азаттың жолдасы бар екен, есімі Жолдас. Бір күні зайыбым келді дейді. Азат әлгі Жолдастың ажары оқуға түсіпті, конкурстан алдыңғылардың бірі болып өткен көрінеді. Соның қуанышына осы сенбіге бәрімізді шақырып отыр деді дейді.
желпілдей сөйлеп. Бұндай жиындарға барып төбе көрсетуге құлқымның бола бермейтіндігі рас. Осылай Азат өзінің бұл жиынға баруға соншалықты құлықты емес екендігін сездіреді. Бірақ балғыз осы кезде: сен ұмытып қалдың ба балаларыңа уәде бергендігіңді? Жолдас мына қызының қуанышына өзінің анасын да ауылдан алдыртып отыр екен. Осы сәтті пайдаланып, сен қыздарыңа нағыз әжені көрсетіп қайт, әжені көрсетіп кел дейді. Жолдас осы кезде барып ойланып қалады да қыздарын ертіп қонаққа барады. Есіктен кірісімен кідірмей іздегенім елден келген шеше еді дейді. Жаңылыспай дәл танитын шығарым деп ойласам да көзімді тиянақтата алмай сәл-пәл кіріп қалдым дейді. Кірген бойда әжені бірден байқаймын деп ойлаған Азат қателескен екен дейді. Дастархан басына келіп жайғасқаннан кейін ғана байқадым ол кісіні. Өзінің сырт нұсқасымен мен білетін ауыл әжелеріне онша келіп тұрған жоқ. Иығына көгілдір жемпір іліп, басына жаздық гүлді орамал салған егде кісіні алашұбар топтың ішінен бірден ажырата алмауым онша әбестік бола қоймаса керек. Ауылдан келген шеше зиялы қауымның ортасына сіңісіп еркін отырсын деп келін баласы әдейі осылай киіндірген болар деп ойлайды басында. Сөйтсе бұл ауылдан келген әжейдің басқа әжелер сияқты емес, Азат көрген әжелер секілді емес, басқаша киінеді екен дейді. Үстіне көгілдір жемпір іліп алған, иығына басына жаздық гүлді орамал салған екен дейді. Шешеймен бір-екі ауыз сөз алмасып бой үйрене бастаған Райхан: әже осы шын әжесі бе? Деді дейді қарап отырмай. Өзіне деген сүйкімді бала, бәрін біліп тақылдап отыр. Тфә деп жерге түкіріңіз дей жаздап ерінді қымқыра қойдым дейді. Мынау енді әкесінің атынан жазылып отыр автордың. Әже, жаңа Райхан сұрақ қойған кезінде, сіз әжесіз, шын әжесіз бе деген кезінде әже айтып отыр. Неге, не деген сүйкімді бала, бәрін біліп отыр өзі деген кезде Азат сол бұрынғылардың дәстүрі бойынша балаға тамсанған кезде жерге түкіру керек, тфә деп айту керек деген жаңағы ойы бар, қалыптасқан дағдысы бар. Осындай сөйтіп айта жаздап, тфә деңіз дей жаздап барып ерінді қымқыра қойдым дейді. Әже дейді мені, жас келіп балалар өсіп жатқан соң қайтып әже болмасын, уақыт өз соған әкеледі екен ғой, деді дейді жолдастың шешесі. Әже болсаңыз, онда бізге ертек айтып беріңізші, деді сөздің ретін бағып үндемей отырған Ая сабырлы қалпын сақтаған күйі. Жолдастың жұбайының саңқылдаған өктемінен тағы сілтейді. Осы кезде жолдастың жұбайы саңқ ете қалып: әй, мына Азаттың қыздары мүлдем басын айын деді ғой, біздің бабушка сендерге немене ойыншық беді сонша? Жоқ, бұрынғының ертегіш кемпір ғой деп пе едіңдер? Өтірік шынды қиыстырып соға беретін. Кісінің мазасын алмай ойнаңдар ана балалармен деп жолдастың жұбайы саңқ ете қалды дейді. Тамақ ішіп болып ыдыс-аяқ жиналуға айналған кезде барып Әсия сәл кідіре тұр: апамыз ас қайырсын алдымен, дедім мен. Үлкен кісі отырған жерде дастархан салды, есіме түсіп дейді. Бұл Азаттың жасап отырғаны, үлкен кісі отырғаннан кейін жаңағы ас беріп барып орнынан тұра келсін. Отырғандардың барлығы сол жерде жалт етіп маған қарады дейді. Мынау не деп отыр өзі дегендей еді олардың түрлері дейді. Азат: сен де естияр жігіт деп жүрсем бүйректен сирақ шығарып не айтып кеттің тағы, деді жолдас осы кезде. Қазақтың үлкен асы ет, асты аяқ асты етпейік. Апа, қарамаң жұрттың сөзіне, жолдас балаңыз болса біз де жат емеспіз, дедім мен дейді. Бүкіл отырыстың бойында суырылып жұрттың аузына қаратқан осы шығар. Пікір қақтығысына төрелік айтқан тағы да жолдас. Жағдай мынадай жолдастар, біздің бабушка бата қайыру дегенді білмейді. Намаз оқымайтын современный кісіден бата сұраған сендер де қызықсыңдар. Дастархан басында ұшқын түйе қу шегелдей ду өте қалған қалың күлкі шалқып бітті дейді. Опшым апа, қонақтардың көңілін қайтармаңыз. Құран сөзін білмесеңіз де батаңызды айтып ниетіңізді Құдайға направить ете салсаңыз болды, деп жолдас алақанын жайып орнынан тұра берді. Сонымен әже ертегі білмейді екен, әже бата жасай алмайды екен жолдастың анасы. Осы кезде кімнің? Азаттың әбден көңілі түседі. Және әже иығына көгілдір жемпір іліп алған, басына жаздық орамал салып алған, мүлдем бұрынғының әжелеріне ұқсамайды екен. Азаттың өзі көрген әжелерге дейді. Енді қайтар жолда біз көлікті ұзақ тостық. Әншейінде сартылдап жүріп тұратын трамвай сенбінің кешіне қарай сирексіп қалыпты. Райхан мен шешесі тым көңілді, қонақтан алған әсерлерін жарыса бөлісіп, сөзден дес берер емес. Біреуден ұрыс естіген адамдай болып тымырайып үнсіз тұрған Ая екеуміз ғана. Бір-екі рет өзара жасқана қарағанымыз болмаса, бір-бірімізбен жартып сөйлескеніміз де жоқ. Екеумізді мазалаған ойдың ортақтығын содан ақ сездім. Жанымды қинаған жайсыз сезімді ашып айта алмай қуыстанатын секілдімін. Сәбидің алдында өтірікші болдым-ау деген өкініште бір сәт өзегімді жалап өтеді. Қызының тұнжырау себебін сезіп тұрсам да ой түкпірін анық тани алмай дағдардым. Шығарманың басында Ая мен Райханның жас ерекшеліктерін айтқан уақытта тоқталып өтеді. Ая үлкені 6 жасар, Райхан 4 жаста, бірақ Ая жасы үлкендігін танытып, өзінің бір сабырлы үнімен сөйлейтін, сондай Райханға қарағанда ойлырақ баласы, қызы, Азаттың үлкен қызы. Осы жерде енді Азат пен Аяның ойы бір жерден шығып келе жатыр. Нағыз әжені көре алмағандықтарына екеуі де қапалы. Райхан мен анасы ол нәрсеге соншалықты мән бермеді. Папа, Аликтің
әйбат кітабы көп екен, бірақ бізге көрсеткен жоқ, жыртып тастайсыңдар, сосын мұғалім ұрсады деп бермей қойды дейді. Мама сөзін жүретін өзінше сөйлеп кеткен соң Райхан енді маған бұрылды дейді. Бұл Райханның жаңа айтып келе жатқан әңгімесі. Ая үнсіз келе жатыр. Сол екен, балғыз да баласының сөзін оймен ұштастырып ала қойды. Оқушы баланың кітабын қайтесің, онан да іздеп келген әжеңді көргеніңді айтсаңшы, жақсы әже емес пе? Әне жақсы кісіні бала да біледі, неғып үндемей тұрсың? Азат, мода мен эстрада туралы айтқанын естің бе? Соның кейбірін қалада тұрған тіпті мен білмеймін. Өсендерге қандай ертегі айтты, Аятай дейді. Сол кезде Райхан, жоқ, айтпады, ол кісі ертегі білмейді екен. Білмейді дейді. Қой, білмегені қалай деп балғыз сұраулы көзімен маған қарады дейді. Сол кезде енді Райхан бастырмалатып сөйлеп кетеді. Папа, айтшы, ол өзі әже емес қой деймін, иә дейді. Ол әже емес, ол жай ғана бабушка. Өйткені бәрі бабушка деді ғой. Мен білем, әже деген ондай болмайды, өзің айтқансың деп Райхан кимелеп өзінің қиялындағы әжені көре алмағандығына қапалы болып, бір жағынан өздері көрген әжені әже емес, бабушка, біз ойлаған әже мүлдем басқа еді деп әкесіне жеткізіп жатыр, түсіндіріп жатыр. Трамвайдан түсіп үйге келе жатқанда кенеттен Аяны, папа, шынында да ол әже емес шығар деген әлденеден көңілі қалған адамдай басыңқы жуан дауыспен, айтшы, папа, ол шын әже емес қой деді дейді. Мен әже деген жанның жасы келген үлкен кісі екенін айтып бірдемені әлсіздеу түсіндірген болып едім, онша наным да шыққан жоқ. Жауабым Аяның қанағаттанбай қалғаны анық еді. Папа, сен бізге бәрібір нағыз әжені көрсетесің ғой, айтшы, көрсетесің бе деді. Сосын ол жаңағыдан гөрі жадыраңқырап, аялы жанарында тұтанған үміт ұшқынын жасырмай сәбилік сенімен бетіме тура қарады. Мен уәде еттім, бірақ оны қалай орындайтыным туралы сол сәтте ойланған жоқ едім дейді. Азат алғаш түсіндірген уақытында әжені жасы үлкен кісі деп қана ұқтырмаған. Әже ол жаңа айтқанымда ертегі білетін, бата қайыра білетін, өзінен кейінгілерге өсиет айта білетін, сөзін тыңдата білетін кісі ретінде түсіндіреді. Бірақ оның көрсеткен әжесі өкінішке орай талаптар, ол айтқан талаптардың ешқайсысына сай келмей тұр. Сондықтан да қыздар енді әжені Азат айтып берген әже қалпында қабылдағандықтан басқа жасы үлкен егде кісілерді қабылдай алмай тұрғандығын түсінсек болады бұл тұстан біз. Азаттың ішінде осы бір қыжыл қалады. Қазіргі әжелердің ертегі білмейтіндігі, бата қайыра білмейтіндігі, өсиет сөзден жұрда екендігі деген сияқты. Жалпы шығарманың идеясы осының хақында қазіргі таңда үлкен дуалы, аузы дуалы кісілердің азайып бара жатқандығы және олардың жаңағы бұрынғы әжелердің сипаты бойында емес екендігі, ол тағы бір, мынау енді сендерге берілген үзінді ғой, ал толық нұсқасында мына бір тұс бар. Балаларыңызды бағып, немерелеріңізді бағып жүр екенсіз ғой деп жаңағы Азат кимелеп әңгімеге тартқан кезінде әже айтады. Осы жасқа келген кезде біреудің баласын бағып, оны мертіктіріп алам ба деп қорқам дейді. Біз осы жерден түсінуімізге болады. Азат та сол біреудің баласын деген сөзден кейін бірден тіксініп қалады. Себебі әжелер, бұрынғының әжелері ол немерелерін олай жатсынбайды, олай бөлектемейді, біреудің баласы демейді деген сияқты. Ол енді қазіргі заманның түсінігі мен ескі заманның түсінігі бір-біріне бір тура керағар келіп қалған сияқты деп түсінсеңдер болады. Жалпы осы шығарманың желісі. Осыған дейін Нағыз әже қайда шығармасынан сұралған сұрақтардың қатарында әженің сипаты болып, жаңа иығына көгілдір жемпір ілген және басында жазды орамалы бар деген вариант сәйкес келеді. Одан кейін Ая мен Райханның жаңағы үнінде орнықтылық байқалатын Азаттың қызы деген сұрақ шатаспасам, Ая деп белгілейсіңдер.